Баршаңа сәлем. Бүгінгі видеода назарларыңызға «Наедине с богами» атты фильмнің қысқаша баяндамасын ұсынатын боламыз. Арнаға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Вы упали с такой высоты и храбро спасли девочку. Бұл бейнені сіздер ары кетсе 10 минут көресіздер, ал мен сіздер үшін 4 сағатта дайындаймын. Біздегі мақсат 2000 көрермен жинау, ал енді бірге атсалысайық. Бүгінгі кинода орын алатын оқиғаның барлығы ойдан құрастырылған. Киноның басты мақсаты адамдарды жақсы жасауға шақырып, қазіргі өмірін қадірлеуге үйрету. Барлық оқиғаның бастауы Ким атты басты кейіпкердің өзінің өрт сөндіру қызметіндегі бір сәттен басталады. Алып ғимарат өртке оранып жатқанда, біздің Ким қолына бір кішкентай қызды алып, оны құтқарып қалады. Жай құтқармады, ол қызды құшақтаған күйі биік ғимараттан құлады. Не болса да Ким қыздың тірі қалғанына мәз. Осы кезде ғимарат маңынан екі ерекше адам пайда болады. Олар Кимді мақтап, жүздеген жылдар бойы ешкім бұлай батылдықпен қаза таппағандығын айтады. Сонда Ким өзіне ешкімнің назар аудармай жатқандығын байқап, сәлден соң өзінің жерде жатқан денесін көреді. Әріптестері оны тірілтуге тырысты, алайда Ким қаза тапты. Осыны өлі күйінде бақылап тұрып, Ким өзінің өліп, рухқа айналып кеткендігін түсіне қойды. Ол алдындағы екі адамнан анамен қоштасуға уақыт керек деп еді. Оның өтініші орындалмай, оны бір аймаққа жетелеп алып кетеді. Айтпақшы, екеуінің аты Док Чу мен Мак болады. Дәл осы екі серіктер Кимді 7 сынақтан шығуға көмектесетін болады. Мұнда Кимді әкелгенде оны Рим атты бастық періштелердің бірі күтіп алады. Ол Кимнің батылдықпен өлгендігінен хабардар. Сондықтан оған өзінің ризашылығын білдіріп, алдағы болатын сынақтарынан алып шығуға көмектесемін дейді. Ким үшін сынақтар басталды. Алғашқысы оның ажалды сәті еді. Айтары жоқ, Ким батыр кішкентай қызды құтқарамын деп өлім құшты. Алайда оның басқа біреудің өліміне себеп болған сәті бар еді. Оның әріптесі өрт ішінде қалғанда Ким сыртқа шығып кеткен. Есептеп қараса, Кимнің ондай жерде құтқаруға мүмкіндігі болған. Сондықтан Ким 5 жыл бойы лавалы жерде жазаланатын болды. Сол сәтте Кимнің қорғаушы періштелері оны ақтай бастады. Айтуларынша, Кимнің әріптесі ол сәтте өзін құрбан етіп, Кимге кете бер деп өзінің разылығын берген. Себебі ол сәтте Кимнің қолында бала болған еді. Сыртқа шыққан соң Кимнің өзі де әріптесін барынша аман алып қалуға тырысқан еді. Осындай нақты дәлелдемелерден соң Ким бұл сынақтан өтеді. Келесі кезеңде оның жақсы амалдары қарастырылды. Кимнің талай адамды құтқарғандығы мақтанышпен айтылған соң, жігіттің өзі мұның барлығын ақша үшін жасадым дейді. Кейін ортада түсініспеушілік орын алған еді. Сөйтсе, сол уақыттарда Кимнің анасы сырқаттанып, оның еміне деп Ким күндіз-түні қызмет жасаған екен. Мұндай жақсы адамға және оның дұрыс ниетіне мұндағылар тәнті болды десек те болады. Бұл сынақтан Ким өткен соң ендігі меже өтірік сынағы еді. Оны қорғап жүрген періштелердің айтуы бойынша, егер біздің кейіпкер Ким осы 7 сынақтан аман-есен өтіп кетсе, ол қайта жерге тірі адам ретінде оралатын болады. Ал періштелерге келер болсақ, олар 40 адамды қорғап шығып, сәтті жерге жіберсе, оларды жерге қайта оралады екен. Бұл жолы Ким жақсы өтіп кетсе, 38-ші адам болмақ. Сынақтарға барар жолда біздің кейіпкерлерге қандай да бір рух көрінеді. Рим қорғаушының айтуы бойынша, бұл Кимнің өміріне қатысы бар адам екендігі анық. Кейін жер бетіне түскен Рим Кимнің үйіне келеді. Оның анасымен жолығып, Кимнің құтқарып қалған адамдарының бірі екендігін айтады. Осында жүріп, Рим жаңағы рухтың Кимнің ағасы Линкке тиесілі екендігін біледі. Кейін Линктің соңына түсіп, оның өмірін зерттей бастайды. Ағасы кезінде әскери мамандыққа түсіп, сол жерде жүрген кезінде белгісіз жағдайда дүниеден озған еді. Рим адам кейпінде барып, оның қалай өлгендігін іздесе де, мардымды ақпарат таппайды. Өтірік соты басталғанда ортаға Кимнің ағасы Линктің қызын алдаған сәттері қойылады. Ағасы өліп қалса да, ол оның қызын жылатпас үшін сол қайтыс болған ағасының атынан хат жазып тұрған екен. Оған қоса Ким өзінің қолы сынып қалған жағдайда, нашар болып жүргенде анасына менде бәрі жақсы, еш уайымдамаңыз деп хат жіберген болып шықты. Демек, Ким өтірікші деп шешкен сот оның тілін кесеміз деп шешті. Бірақ осы тұста қорғаушылардың кезегі келген еді. Біз күткендей олар Кимнің бұл әрекеттерінің шындығында дұрыс екендігін, қызды алдаса оның көңілін түсірмеймін деп, анасына жағдайым жақсы деп хат жазса, оны босқа ойындатпаймын деп жасағандығын айтады. Тіпті әкесінің шын мәнінде қаза болғандығы жайлы естіген кішкентай қызды осы оқиғадан соң көңілін түсірмей, сонда да әкесімен хат алмасып жүрді. Қыз осылай жеңілдікті сезінетін. Онсындай Кимнің жақсы әрекеттері сотта ақталған соң Кимнің еш жазығы жоқ екендігі мойындалады. Олар келесі сынаққа аттанар жолда Ким мен оның қорғаушыларының алдынан жер бетінде жүрген Ган Рим байланысқа шықты. Ол Кимнің жүрегін орнына түсіру үшін отбасының жағдайы жақсы, еш алаңдама дейді. Бұдан соң Кимнің көңілі көтеріледі. Ким алдыға жүріп кетіп, қорғаушылармен оңаша
қалған соң, Ганрим оларға Кимнің ағасы жайлы айтады. Шындықты Кимнің өзіне айтпаған себебі оның сынаққа көңілі түсіп барғанын қаламаған екен. Ол шындыққа келер болсақ, Кимнің ағасы Линк жұмбақ жағдайда өлді деген жоқпыз ба? Ганрим сол өлім орын алған түнге барып келді. Сол түні әскери кезекшілікте тұрған Линкті оның әріптесі байқамай қаруын дұрыстап жатып атып алады. Осыдан соң қан кету басталып, аз уақыт ішінде Линктің жағдайы нашарлап кетеді. Оқиғаға оның командирі қосылып, солдатты тірілтуге тырысады. Ал Линктің өзі өлер алдында өзінің бұлай қаза тапқанын ешкім білмесін деп айтып кетеді. Командирдің өзі де Линктің бұл өлімі мансабыма зиянын тигізеді деп жасырын түрде солдатты жерлеп құпия ұстайды. Ал ең сорақысы, сол кездерде Линк әлі де болсын тірі еді. Яғни командирлер оны тірідей білместікпен жерлеп жіберген екен. Тірідей жерленгендіктен Линк сынақ әлеміне түспей ашулы рух күйінде жүр. Бұл жайлы қорғаушылар жеке әңгімелесіп отырғанда Ким естіп қалып көңілі түседі. Ал Линктің тылсым әлемге түсуін іске асыру үшін Гран Рим оның мәйітін қазады. Сонда Римге қарсы қорғаушы жігіт шығып, біз оны тылсым әлемге өткізбеу керекпіз, керісінше рухты жояйық дейді. Кейін Линктің рухымен Гран Рим байланысқа түседі. Линктің рухы Кимге ренжулі екен. Кезінде Ким қалаға кетіп отбасын ұмытқан десті. Кейін барып жағдайы жақсарған соң қайта оралған екен. Ал жер бетіндегі байқамай Линкті өлтіріп алған солдат ішіндегі әр ұжданы тыныштық бермеген соң Линктің анасының алдына барып кешірім сұрап басын иеді. Осыдан соң солдат оның анасына баласының жерленген орны белгіленген картаны ұсынады. Өзінің кінәсін мойындаған соң жауынгер бұдан артық өмір сүре алмаймын деп өзін өзі өлтірмек болады. Мұндай теріс әрекетті көре тұра Гран Рим еш әрекет жасай алмайтын, өйткені ереже солай. Алайда оның жанынан пайда болған Линк, егер менің әріптесімді құтқарып, бұл шешімнен бас тартқызсаң, ендігі мен жаман рух болмаймын деп уәде береді. Оның ұсынысына келіскен Гран Рим кезекті рет ережеге қарсы келіп, жігітті өлімнен алыстатады. Кейін оның көз алдына елестеп, бұл райынан қайтарады. Расында Құдайдың берген өмірін қадірлемеу дұрыс іс емес екендігі сізбен бізге белгілі. Сынақтан өтіп жатқан Ким бір сынақтан оп-оңай өтеді, алайда келесі кезеңде қатыгездік оны күтіп тұрған еді. Сот кезінде оның алдына балалық шақтағы Кимнің бауырын ұрып жатқан сәті елестеді. Мұны сот алқасы қатыгездік деп санап, тіпті қорғаушылардың да бір сөзін естігім келмейді деп жауап тастады. Осыдан соң ашуының үстіне ашу қоса түскен ол, қорғаушы періштелердің осы уақытқа дейін ақтап шыққан 38 адамын жоққа шығарып тастайды. Ал Кимнің өзі болса толық кінәлі деп табады. Кимнің бауырын ұрған сәттеріне келер болсақ, ол сәттер біздің кейіпкердің өміріндегі ең қиын әрі кедейшілікке толы кездер еді. Кейде ол сырқат анасын тұншықтырып, бұл қиыншылықтан құтқарғысы келсе, кейде бауырмен бірге дәрі ішіп, бұл өмірді тастап кеткісі келіп тұратын. Бұл ойларының дұрыс еместігін түсінген ол үйден кетіп қалуды жөн санайды. Жаңа Линк ағасы айтқандай, солай Ким өз үйін, отбасын қалаға барып асырау мақсатында тастап кетеді. Әскери бөлімшеге өзінің арызымен келген Кимнің анасы баласының өліміне капитанды кінәлайды. Ол өзінің қатесін біле тұра мансабын ойлап, керісінше кемпірдің өзін кінәлайды. Мұны көріп тұрып шыдай алмаған Линк шыдай алмай құйын туғызады. Сонда Гран Рим, сен бұл әрекетіңмен бауырың Кимге зияныңды тигізесің дейді. Сонда барып Линк өзіне келді. Кезекті сынаққа келгенде Кимнің мойнына анасын өлтіруге деген ұмтылыс деген айып беріледі. Бірақ біз жаңа бұл әрекетке Кимнің не үшін баруға тырысқандығын айтқан болатынбыз. Сонда Ким өзінің бұл ісінің дұрыс еместігін толық мойындап, сот алдында тізерлей отырып, анасымен соңғы рет кездесу рұқсатын сұрайды. Рұқсат берілген соң Ким анасының түсіне еніп, өзінің аспанда періште болып жүргендігін және өмірде не істесе де тек отбасын асырау, олардың жағдайын жасау мақсатында істегендігін айтады. Баласының сөздеріне анасы, мен бауырың екеуіңе ешқашан ренжіген емеспін деп айтады. Мұндай жылы сәтті көріп тұрып, сынақ сәтіндегі барлық адам жылайды. Олар Кимді кешіріп, қайта тірілуіне рұқсаттарын береді. Ал Линкке келер болсақ, ол сынақ әлеміне келді. Кимнің бауырын Гран Рим бастаған қорғаушылар қуанышпен сынақтан алып шығуға келіседі. Осылайша видео соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болайық.